Мынау апрелде референдум жасап, Қазақстанды Ресейге қосады деген әңгіме желде есіп жатыр қазақтар. Бұл Құдайдың сендерге берген соңғы мүмкіндігі. Егер осы жолы көтерілмесеңдер, құрыдыңдар. Егер апрелде Тоқаев сол желідегі жұрт айтқандай фейк референдум жасап, Қазақстанды Ресейге қосатын болса, егер осы да өткендегі фейк референдум арқылы АЭС саламыз деп, сол АЭСті өткізіп жіберген сияқты әңгіме болса, қайталанса, онда қазақ құрдың. Бұл жолы жан алып, жан бермей, басқа шығар жол жоқ. Дәл осындай референдум өтетін болса, Ресейге қосамыз дейтін болса, не өлім, не өмір. Не бар боламыз, не жоқ боламыз. Бүкіл қазаққа осыны жеткізіңіздер. Үнсіз қалмаңыздар. Наразылықтарыңызды әлден айта бастаңыздар. Заман ақыр болғанға дейін, жер тақыр болғанға дейін, қазақ халқы тәуелсіз халық, тәуелсіз ел күйі болуы керек. Осы үшін күресейік. Құдай жақсылықты сол жақсылыққа лайық қауымға береді. Сол жақсылыққа лайық болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Жаратушы Алла екі әлемдігімізді нұрлы жарық қылсын. Жаратушы Алла өткен қасиетті Рамазан айында ұстаған оразамызды, жасаған дұға тілегімізді қабыл қылсын. Алланың хикметімен, шапағатымен екі әлемдігіміз нұрлы жарық болсын. Шексіз мейірім иесі, шексіз рахым иесі, Рахман Рахим Алла біліп және білмей істеген таудан үлкен, тастан қатты, теңізден терең күнәмізді кешірім етсін. Бұл дүниеде де бай бақытты, баяшатты қылсын, ол дүниеде фирдаусы жаннаттарынан қылсын. Күллі қазақ халқын, күллі қазақ жеріндегі қазақ халқын, Ресейге бодан болып отырған қазақ халқын, ежелгі қазақтың ата баба қонысында жасап, бүгін Қытайға бодан болып жүрген жерде қазақ халқын, күллі ежелгі қазақтың ата қонысында отырған, бүгін шетелдік болып отырған қазақтарды, орыстың Қытайдың зұлымдығынан, озбырлығынан, тепкісінен, орыстың озбырлығынан, Қытайдың қыспағынан құтқарсын. Мынау орыс құл, Қытай құл зұлым биліктің зұлымдығынан ертерек құтылып, бай-баяшатты, бақытты, еркін, демократиялы, азат қазақ елін құруды, ертерек құруды бізге несіп қылсын. Жаратушы Алла екі әлемдігіміз нұрлы жарық қылсын. Бұл дүниеде де, ол дүниеде де өзінің сүйікті, бақытты, мәртебелі құлдарының сапына қоссын. Жаратушы Алла өзінің ілімді, білімді, күшті, қуатты, тақуадындар, білікті құлдарын бізге дос қылсын, туыс қылсын, серік қылсын, жолдас қылсын, бізден олардан бізге пайда жеткізсін. Өзінің қарғысына қалған лағнеті құлдарын бізден алыс қылсын, және олардан бізге ешқандай зәбір зиян жеткізбесін. Жаратушы Алла екі әлемде де еңсесі биік, жүзі жарық, мәртебесі үстем құлдарынан етсін. Ей, күллі әлемнің Раббысы, шексіз құдірет иесі, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ Алла, сенен өзге құлшылыққа лайық тәңір жоқ, саған ғана тәуекел еттік, сенен ғана медет сұраймыз. Бізді өзіңнің дұрыс жолыңа баста, дұрыс жолыңа салғасын, ешқашан жүрегімізге шүбә сала көрме. Күллі әлемнің Раббысы, күллі ғылымның иесі, ақирет күнінің иесі, жәннат тозақтың иесі, бізді жоқтан бар етуші, жаратушы, өлтіруші, қайта тірілтуші. Ей Алла, сенен ғана медет сұраймыз Алла. Азған, тозған, арған, ашқан қазақ халқын, былыққа батқан, батпаққа батқан, қиналған, қысылған, шығар жол таба алмай қалған қазақ халқын өзің құтқара көр Алла. Мынау зұлым орыс құл, Қытай құл, қан сорғыш, бандит, қарақшылардың езгісінен құтқарып, қазақ халқын бай бақытты, баяшатты, көз ашық, көкірек ояу, екі әлемдегі нұрлы жарық, өзіңнің сүйікті қауымдарыңнан ете көр Алла. Аллахумма раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан нар би рахматика ар-рахман ар-рахим. Амин. Аллаху акбар. Аман сау болыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар. Қазақ тілді контентте біздің көзқарасымызды үгіттеңіздер, жеткізіңіздер. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Дәл қазіргі уақытты айтып жіберейік. 2025 жылдың 30 наурызы Алматы уақыты бойынша түстен кейінгі сағат 4-тен 7 кетті. Сау саламат болыңыздар.